Сәлем достар, менің есімім Махмет Саят, мен интернет-маркетологпын. Жалпы айтқанда сіздерге айтарым, жақсы жаңалығым бар. Осы 42.5 теңгені алған адамдар, сіздер енді 42.5 теңгені алдыңыздар ма, жарата беріңіздер, қорықпаңыздар. Себебі Біржан Нұрымбетов министр алдыңғы ең соңғы болған брифингінде осы 42.5 теңгені алған адамдар жазаланбайды, ештеңеге айыппұл төлемейді деп өз сөзінде айтып кетті. Ол видеоны қоймастан бұрын достар, сіздердің бір ғана өтінішім бар, осы төмендегі менің каналыма тіркеліп, поделиться батырмасын басып, осы видеоны WhatsApp чаттарыңызға, достарыңызға таратсаңыздар. Себебі ол адамдар дәл қазір уақытта ондай бекерден бекерге қорқыныш үстінде болмасын. 42.5 теңгені алды ма, қарапайым түрде өзінің керегіне жаратсын. Көптеген адамдарды білем, мен жекеме шығып 42.5 теңгені алдық, бірақ бізге ақша тапшы, мен қайттан қайтара алмаймын, не істеймін деген сияқты адамдар бар. Сондықтан да поделиться батырмасын басып таратуға еңбегіңіздер, өтініш сіздерден. Осы видеоны тарату арқылы сіздер тек қана өзіңізге ғана емес, өзіңіздің таныстарыңызға, туыстарыңызға көмектесетін боласыздар. Осы видеоны таратуды ұмытпаңыздар. Сіздерге мен сенемін. Кеттігенше біздің видеомыз басталсын. Бірде-бір адам 42.500 теңгені алғаны үшін, тіпті жіберген қатесі үшін қылмыстық жазаға тартылмайды. Тағы да айтамын, 42.500 теңге алғаны үшін, оны тіпті қателескен үшін қылмыстық жазаға тартылмайды. Оған негіз жоқ, осыған нүкте қояйық. Ешкім оған тартылмайды. Оны заңгерлердің өздері біледі, талқылап жатқан. Бірақ дұрыс заңгерлерден сұрасаңыздар, бәрі түсінікті. Осыған байланысты айтарым, нағып, біз оны ешқайсысын тексермейміз. Себебі бұл әлеуметтік төлем, бұл әлеуметтік бағытталған төлем. Егер де елімізде осы төтенше жағдай орын алмаған жағдайдың өзінде, түсінікті, бізде басым халықтың табысы аз. Жалақының мөлшері төмен. Зейнетақы, жәрдемақылар көп емес. Сондықтан көпшілік осы төлемді алсам ба деген. Сондықтан да мен өткен брифингте де айтқам, біз жаппай ешкімді тексеріп жатпаймыз. Мына жеке тұлғалар, жеке кәсіпкер, ИП дейміз, өз бетінше жұмыс істеп жүргендер, ресми болсын, бейресми болсын, біз ешкімді үйлерді аралап тексеріп жатпаймыз. Ештеңкеге уайымдамаңыздар. Сізге төленді ме? Алыңыздар, жаратыңыздар. Видеоның соңына дейін көргеніңіз үшін сізге көп алғысым шексіз. Осы видеоны поделиться батырмасын басып таратыңызшы, өтініш. Өйткені өзіңізді білесіз ғой, өзіңізді қорқытыңыз, және жақындарыңызда қорықпасын десеңіз. Ол жаман нәрсе. Егер адам көп қорқатын болса, онда раққа алып соғуы мүмкін. Сондықтан да қорқыныш дегенді сейілту үшін осы видеоны таныстарыңызға жіберіңіздер. Сіздермен болған мен Саят Ахмет, менімен болғандарыңызға рахмет. Мен шынайылықты жақсы көремін, сондықтан да шынайы түрде поделиться батырмасын басып таратуды ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп алыңыздар. Жақсы, аман сау, саламатта болыңыздар. 42.5 теңге жайлы тағы да шұғыл ақпаратты табатын болса, мен сіздермен бөлісетін боламын. Сондықтан да каналға тіркеліп алыңыз.